Сәлем достар, сіздермен Паримаш Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Мен дәл қазір Лондон қаласындамын. Менің артымда Стэмфорд Бридж стадионы тұр. Және бүгін бізде Челси Ньюкасл арасындағы ойыннан керемет влог болады. Мына жерде өздерін көріп тұрғандай Челси аңыздарына арналған стенд, Бранислав Иванович, серб ойыншысы. Одан әрі қарай атақтың 8 нөмірдегі ойыншысы Фрэнк Лэмпарттың стенді. Міне бүкіл ақпарат Лэмпарт туралы, қандай жүлделерге қол жеткізгені туралы барлығы осында жазылып тұр. Ал бұл келесі ойыншы атақты Эшли Коул. Питер Озгуд Стэмфорд Бридждің алдында дәл осы кісінің мүсіні тұр. Атақты сұрмерген Челси футбол клубының бұл жанды таныстырудың қажеті жоқ. Капитан Джон Терри өзге қарасатта капитан белгін жасап қойған керемет аңыз. Сіз осы маусымдағы Челсидің басты жұлдыздарының бірі Конор Галлахердің осындай керемет плакатын Стэмфорд Бридж стадионының жанына іліп қойыпты. Міне стадионның жанында бүкіл ойыншылардың бейнелері бар, түрлері бар, осындай шарықтар сатылады. Және дәл осы ойынның алдында Evening Standard газеті мынандай құрам бүгін шығып қалу керек деген болжам берген екен. Және де Почетино өз жанкүйерлерінің алдында үйде сенімді ойнап жеңіске жетуі керек дегенде нұсқаулық бергенін көріп тұрсыздар. Достар, міне қазір Стэмфорд Бридждің жанында мен осы жанкүйерлер Япониядан келген екен. Жанкүйерлермен сөйлесіп, ойларын білгім келіп тұр. Okay guys, how are you? I'm fine. I'm good. Yeah, Chelsea. How are you feeling? I'm good. I love Chelsea. Yeah, okay. Who is your favorite player? Conor Gallagher. Conor Gallagher. Conor Gallagher. Essien. Essien? Michael Essien? Oh, he's the legend. Legend. Okay. And you? Parma. Cole Pалмер. Yeah. Okay, thank you. And what do you think? What's your prediction to today's match? Prediction. 10-0. 10-0. 10-0? 10-0. Are you seriously? 10-0. 10-0. Chelsea win. Okay, no problem. 1-0. 1-0. Okay. But what do you say about this situation? We are honest. Todd Boehly. Good owner, but no. Maybe good owner. Good owner? Maybe good owner. Okay. Good owner. Yes? Yes. Maybe good owner. Yeah, okay. And after, all the say, come on Chelsea, okay? I'm ready. Guys. 1, 2, 3. Come on! Достар, мен міне алаңға да шықтым. Мынау шынымен армандар орындалады деген сәт. Әрине, менің компаниям Паримаш Қазақстанға бұл үшін, бұл мүмкіндік үшін көптен көп рахмет. Мен Стэмфорд Бридж стадиондамын. Жай ғана стадионда емес, осындай керемет VIP орында. Бізді ойын алдынан арнайы күтіп алып, тамақтандырған болатын. Және де міне ойыншылар алаңға шықты. Достар, шынымен армандарыңыз орындалады. Әлем чемпионы Энцо Фернандес, Кукурелия, Конор Галлахер, Мойзес Кайседо, Джексон, Аксель Дисаси және Рахим Стерлинг бастаған жігіттер міне алаңға қарай шықты. Және дене қыздығы жаттығуларын қазір жүргізетін болады. Мало Гюсто да кеп қосылды оларға. Достар, міне менің жанымда осы Челсидің жанкүйері Дани атты бауырымыз тұр. Дани, okay, nice to meet you firstly. Nice to meet you. Yeah, you know, it's my first visit to Stэмford Bridge. Welcome. Yeah, thank you. And tell me please, what's your prediction? I think we're going to win 2-1 today. 2-1. Who will score? I think Conor Gallagher is going to get a goal. And I think there's going to be an unusual goal scorer. I can see Mark Cucurella out of nowhere. Yeah, Mark Cucurella. Okay. Yeah, very good. Okay. Yeah. And what do you say about Todd Boehly? He's the good owner. Maybe Roman Abramovich is better. Can you tell me, please? Who's that? Sorry. For
about the Todd Boehly. Todd Boehly. Who's the better, Boehly or Roman Abramovich? Oh, Roman Abramovich. Why? Because he didn't just spend money for the sake of spending money. You know, we bought top players back then. Okay. Yeah. Okay. We need And can you tell me please, who is the winner championships in English Premier League? I think Arsenal are going to win this season. Arsenal. Yeah. Okay. Have we the chance at the to the qualification to maybe Conference League, Europe League, maybe Champions League? Not Champions League, no. Conference League, yes. We can chance. We got a chance, yeah. If you win the FA Cup, we qualify into the Conference League. Yes. Yeah. I think we just need to get a bit of consistency with our performances. Okay. And last my question: who is your favorite player in Chelsea at now? Conor Gallagher. Conor Gallagher. Yeah. Okay. And can you see that to the camera? Salam Kazakhstan. It's like hello Kazakhstan. What do I say? Salam Kazakhstan. Salim Kazakhstan. Yeah. Okay. Thank you, bro. Thank you. Never stand still, that's the motto. Yeah, brand new bands for the auto. Oh, foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like Lotto. Damn, y'all talk lots, never disquiet. Life like a Seinfeld plot. Ball full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never getting out big. Said it, never had to shout it. Я достар, міне көріп тұрсыздар, ойын алдыда осындай кішігірім шоу жасап жатыр. Дәл қазір достар, естіп отырсыздар, міне барлығы дайын. Челсидің осындай әнұраны ойыншылар алаңға шығатын кезде дәл осы әнді қосады. Өткенде біз турда жүрген кезде де осы әнді қосқан болатын. Ол турды енді сіздер бірнеше күннен кейін көретін боласыздар. Міне барлығы дайын. Pride of London. Міне ойыншылар алаңға қарай беттеп келе жатыр. Екі команданың ойыншылары дәл осы туннельмен бірнеше күн бұрын мен де жүріп өткен болармын. Құрметті көрермендер, Челси және Ньюкасл футбол клубын қарсы алыңыздар. Стэмфорд Бридж алаңында Лондон қаласы. Ал бұл ағылшын премьер лигасының әнұраны. Дәл осы бейнені сіздер өздеріңіздің теледидарларыңыздан көріп отқандарыңыз анық, көріп қойдыңыздар. Номер 2-ші Аксель Дисасси. Аксельдің бүгін туылған күні. Әлем чемпионы Энцо Фернандес. Команданың тағы бір жұлдызы Конор Галлагер. Биылғы жұлдыз Палмер. Не, Челси ойыншылары ойын алдындағы соңғы дайындықтарын бірін жүргізіп жатыр. Бір-бірлерін алға қарай жетелеуде. Сөзбен барынша бір-бірлерін қолдап жатыр команда капитаны Конор Галлагер. Ал мына Ньюкасл жанкүйерлері бірден ойын бастала салып қатты айқайлап жатыр. Міне ойынымыз да басталды, құрметті достар. Сол қапталдан Энтони Гордон айбалағына қарай кіріп келе жатыр. Энтони. Мало Гюсто, сенімді қорғанда. Ньюкаслықтар бірден әнге салды мына жақта. Өте қатты естіліп жатыр. Есеп 1-0 достар. Палмердің соққысынан кейін Джексон аяғын тосып қалыптағаны 1-0 қылды есепті. Палмер. Жарайсың. Голды Джексон соққан, Джексонның аяғына тиіп кеткен. Бұл жерде енді диктор стадиондағы қателесіп кеткені сөзсіз, бірақ голдың авторы Джексон. Және міне Челси жанкүйерлері де оянды, бірден әнге басып жатыр. Аксель Дисасидің керемет қорғанысын көрдіңіздер қазгана. Джексон. Палмерге допты. Кол. Ай, Мойзес Кайседо.
Конор Галлахер оңға қарай асырды. Кол Палмер не істейді екен соққы. Жоқ. Бұл жолы Дубровка өз орында. Ойынның 15 минуты достар, енді Челси жылдам гол соғып алды. Одан кейін енді ойын қазіргі таңда ортада жүріп жатыр. Ньюкасл бірден қарымта шабуылға шығып, гол соғып көруге тырысқан болатын, бірақ десек те Челсидің қорғанысы қазір Аксель Дисаси бастаған жігіттер. Бүгін туған күні 26 жасқа болған. Аксель Дисаси туған күнінде құттықтап қоямыз. Қазіргі таңда өте сенімді қорғанып жатыр. Команданың бас бапкері Маурисио Почеттино өз жігіттеріне алаңның жиегінен ақыл кеңестерін айтып жатыр. Рахим Стерлингтің керемет қапталдан өткеннен кейін Джексон соққы беріп қойған еді, бірақ десек те Дубровка өз орында бұл жерде. Достар, ағылшын футбол деген осы әрбір допқа жанасу, әрбір допты жеңіп алу, бірден 41 мың жанкүйер, бірден қол шабуылдайды, бірден қолдайды. Мынандай алаңда футбол ойнау, футбол әрбір футболшы үшін бақыт сияқты. Энтони Гордон жарақат алып қалғандай көрінеді. Жаңа Мало Гюстонмен талас кезінде аяғын сылтып басып жүрген көрген едік, және оның орнына ауысымда дайындалып жатыр. Бұл Джейк Мерфи. Және ойыннан алдын бізге осындай ойынның программасын берді. Челси Ньюкасл. Мұнда бүкіл құрамдары бар, жалпы ішінде бүкіл екі клубтың тарих туралы жазылған керемет осындай программаны сыйға тартты. Джо Уиллоктың өкінішін түсінуге болады. Доп бұл жерде Марк Кукуреледен кеткендей болған, бірақ бас төреші допты Джорджо Петрович ойынға қосады. Және ойындағы алғашқы сары қағазды Рахим Стерлинг алып отыр. Есеп 1-1, қорғаныста қателіктен кейін Исак есепті 1-1 қылды. Ньюкасл жанкүйерлері міне шешініп тастап тұрып әнге салды енді. Джексон офсайд екен. Достар, бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-1. Бүкіл жанкүйерлер енді әрі қарай өздерінің ойының үзілісінде де тамақ береді, соған қарай ұмтылып жатыр. Енді біз 15 минут үзілістен кейін қайта сіздермен бірге жолығатын боламыз. Достар, екінші тайм басталды. Мен бірінші тайм туралы ойымызды айта кететін болсақ, бұл жерде Челси футбол клубы сөзсіз жақсы ойнады, бірақ гол соққаннан кейін допты беріп қойды. Қорғаныста әрі қарай ойнағанда білеміз. Және бір қателіктен кесірінен гол жіберіп алды өз қақпасына, одан кейін бірден гол соққан еді, бірақ енді өкінішке қарай офсайд. Бұл жерде екінші тайм көретін боламыз. Бірақ енді қазір үзілісте жергілікті жанкүйерлердің барлығымен сөйлессем, барлығы сенімді түрде бүгін Челси жеңеді деп тұр. Көрейік. Валентино Ливраменто немесе жай ғана Тино Ливраменто, Челси футбол клубының түлегі, Челсидің академиясының қазіргі таңда енді өзінің мансабын осы Ньюкаслда жалғастырып жүр. Қандай мүмкіндік болған еді, қандай мүмкіндік еді. Пол Палмердің керемет басына Конор Галлахер үлгермей қалды.
Факир емес, Палмер екен. Не істедің, Рахим, не істедің? Ойынның 65 минуты, жалпы екінші таймда Челси өте ширақ бастады. Бір гол соғып алды, одан кейін тағы да Рахим Стерлингтің мүмкіндігі болған еді, бірақ Рахим тым ұзақ жүріп қойып қолдан алған жоқ. Бірінші таймда осылай басталған негізінде. Енді бастысы қазір Челси тағы бір гол соғып алып, жеңісті өзінің қолына сенімді түрде алып кету керек, жұлып кету керек. Бастысы жаңағыдағыдай бір қателіктерден кейін гол жіберіп алмау керек. Өте қауіпті соққы болды. Және қателеспесем Дэн Бёрн жарақат алып қалғандай. Және Ньюкасл сапында тағы да ауысымдар болып отқан көріп отырмыз. Және ауысым Рахим Стерлингтің орнына Михайло Мудрик. Осы екі команданың соң ойында Англия кубогында дәл осы Михайло Мудриктің голының арқасында Челси финалға жеткен болатын Карабао кубтың. Gol avtori Mixailo Mudrik. Дәл осы жігіт алаңға шыққан кезде айтқан едім мен, Михайло Мудрик өткен соңғы ойында осы Ньюкаслға қарсы гол соғып, және Челси командасының Карабао кубтан әрі қарай жылжуына көмектескен деген едім. Дәл сол Михайло Мудрик алаңға шығып гол соқты. Алаңнан Кол Палмерді алып тастады, оның орнына Чезаре Касадей шығады. Міне Палмерге деген құрмет. Барлығы орнынан тік тұрып, қол шапалақтап тұр. Осындай жас жігітке Чезаре Касадей итальяндық жас талант. Жігіттер қазден бастап осы атты жатты өндір себебі алдағы 2 жылдың ішінде бұл ойыншы сөзсіз топ ойыншы болады. Есеп 3-2 Марк Кукурелияның қателігінен кейін Джейкоб Мёрфи жақын тоғыздықты дәлдәлдеді. Төреші ойынға 6 минут қосты. Енді ең қызық 6 минуттардың бірі болады. Міне бірден шабуылға кетті Ньюкасл қайтадан. Трево Чалоба. Достар, ойын аяқталды. Есеп 3-2. Челси футбол клубы бүгінгі ойында жеңіске жетті, және Челсидің жеңісі әнұраны. So cheer us up, Provençal Queen. So Chelsea's our reign. Blue is the color, football is the game. We're all together, and living is our reign. So cheer us up, Provençal Queen.
'Cause Chelsea's the rain. Достар, осымен Лондон қаласынан Стэмфорд Бридж стадионынан Челси және Ньюкасл арасындағы ойынның влогы аяқталды. Ойын 3-2 керемет, сұмдық ойын болды. Челси футбол клубы өзінің басты, білмеймін енді Қазақстандағы жанкүйері келгеннен кейін жеңіске жетті деп айтқым келіп тұр, себебі бұл арманның орындалуы, жігіттер. Армандаңыздар, сіздерге де осындай өз командаларыңыздың стадионында ойынын көру бұйырсын. Сөзсіз Паримаш Қазақстан компаниясына рахметімді айтам. Сіздермен бірге болған мен Әлімжан Қасболатұлы. Бұмен біздің контентіміз біткен жоқ. Міндетті түрде стадионның турымен, ойыншылармен сұхбатты біздің арнамыздан көріңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.